Армысыз тыңдарман, арнама тіркеліп кетіңіз. Мені алып қашқанда аяғымдағы суретпен түсіп қалып, жалаң аяқ көйлегім жыртылып, алба-жұлбамды шығарып алып келген болатын. Ол кезде небәрі 20 жастамын. Жарайды, ұят болады деп көндім. Әке-шешемді жерге қаратпайын деп көз жасымды көл қылып қала салдым. Сөйтсем кеусмағым маған жақындай алмайтын болып шықты. Онысына қуанып мен жүрмін. Өз еркімсіз күшпен зорламағанына қуандым. Баламын ғой сонда, тіпті жақындамады да. Екеумізге төсек салып бергенімен, ол арырақ жерге төсек салып теріс қарап жата қалды. Беташардан кейін мен бір сұмдықтың куәсі болдым. Қонақ бөлмесіне кіріп қалсам, әлгі күйеусымағым туған жеңгесімен сүйісіп аймаласып тұр екен. О тоба, мұндайды кім көрген? Ол әйелдің 4 баласы, күйеуі бар. Күйеуі менің туған қайнағам. Олардың мына қылығын көріп аң-таңмын. Не істерімді білмей тұрған орнымда қатып қалдым. Екеуі мені көріп мәз болып тұр ғой. Ал мен ұялғанымнан пердені жауып шығып кеттім. Ас үйге барып, аяқ-қолым дірілдеп не істерімді білмей тұрмын. Апаға айтсам ба деп ойладым да, ол ойымнан өзім қорқып кеттім. Айқай-шу шығып кетсе, мына келін келе салып шу шығарды деп айта ма деп миым қатып тұрғанда, әлгі екеуі қол ұстасып кіріп келді. Мен оларға қара қой алып, сасқанымнан шай ішкен дастарханды жинай бердім. Беттеріне қарамадым. Тек қолдарын көріп қалдым. Кеше ғана осы жеңгейден бірдеңе сұрамақ болып бөлмесінен шақырғанымда, күйеуінің қасынан іш киімімен шыға салып, еш қымсынбай, қайнаған қасында жатыр, не болды деп сұраған. Мына кісінің ұятсызын-ай деп ішім құлп ете қалған сол кезде. Сонымен көргенімді ешкімге айтпай іштен тынып жүре бердім. Жас келінмін. Ертесіне енем, ана қатынның қасына отырма, екеуің екі бөлек ішіңдер, ол пәлеге жолама, дейді. Сөйтсем, ол арсыздарды енем байқұста біледі екен ғой. Өзі момын жан еді. Ауыр күрсінгеніне қарағанда, екеуіне күші жетпеген сияқты. Мен де не істерімді білмей жүре бердім. Кешкі тамақты ішіп отырсақ, әлгі күндіз жеңгей қасыма келіп отыра қалды. Қолында ашылған ащы шарабы бар. Кел, екеуміз коньяк ішеміз, дейді, истерично күліп. Қойыңыз, қалжыңыңыз ба, мен ішпеймін десем, онда мен ішем. Ал сен менің қасында отыр деп стақанға құя бастады. Орнымнан тұра беріп едім, отыр деп білегімнен тартып, қайта отырғызып қойды. Закүйік деп алғашқы стақанды қағып салды. Тіпті артынан тіске бастар ештеңе жемеді. Артынша тағы бір стақан құйды. Денсаулық үшін алып қояйын деп, оны да аузына төңкере салды. Стақанды столға тарс еткізіп қойғанда, мен селк ете қалдым. Қазір енем келіп, мені мына арыстан құтқарып алса ғой деп ішімнен ойланып отырмын. Бір кезде дастархандағы тамақты опырып жей бастады. Шалп-шалп еткізіп шайнамай жұтып жатқандай асығыс. Артынша суып қалған шайды сіміріп салды. 3-ші стакан құйды бір кезде. Онысын толтырып құйып, осы тосты күйеуім үшін ішем деп, тағы да аузына стақан толы коньякты төңкере салып, нанды ұзақ иіскеп тұрды. Бұндайды көрмеген мен таң қалып отырмын. Бір жағы қорқып та отырған сияқтымын. Қазір мас болып шу шығатын сияқты, жан-жағыма алақтаулымын. Бір кезде әлгі еңкілдеп жылады. Менің сүмелек күйеуімнің іші кең дария ғой. Соған ашуым келеді. Бәрін білсе де үндемей сүмірейіп жүре береді. Сендерге кесірім тимесін деп жүре береді. Балаларым деп өледі. Сүмелек деп даусы қаттырақ шығып кетті. Мен болсам, қойыңызшы, апалар естіп қойса ұят болады деп жалтақтап отырмын. Үйлері 10 бөлме болатын. Енемдер
арғы басында болса, біздер бергі басында отырмыз. Арасы бір-бірін естімейтіндей ұзақтау болатын. Ести берсін, не істей алады? Бәрі білсе де үндемей жүр ғой. Біз бір-бірімізді сүйеміз дегенде шыдамай дәлізге атып шықтым. Алдымнан күйеуім сымақ шығып қалғанда, анауыңа баршы, жылап жатыр деп жанынан өтіп кеттім. Ол жүгіріп барып оны құшақтап жұбата бастады. Сол ішіп отырғанда қасымызда қайнағамның 1,5 жасар қызы бар еді. Ол ботадай боздап жылап кетті бір кезде. Мен деген қысылып далаға атып шықтым. Мен кен болып түскенде есіктің алдында үлкен бастырма болатын. Астында тапшаны бар еді. Сол шаңырағы опырылып түскен болатын. Далаға шыққанымда тура бір екі азаматтың шаңырағы құлаған сияқты көрінді маған. Жүгіріп барып соның астында отырдым. Негізі оған жақындамаңдар деген болатын. Бірақ сол кезде маған бәрібір болды. Қалған бөлігі менің басыма құлап, мені басып қалса екен деп отырдым. Қорықпадым. Енді не болады? Әке-шешеме не деймін? Мына арсыздардың қасында қалай өмір сүремін? Енеме не деймін? Басымды қос қолдап ұстап отырғанымда, енем терезесін ашып мені шақырды. Ау апа, далада едім, шай ішесіз ба дедім үйге кіріп. Жоқ қарағым, жинап алып бізге төсек салып берші деп шығып кетті. Қап-қара болып түтігіп кеткен, ашулы. Енеме жаным ашып кетті. Өмірде шарасыздықтан жаман нәрсе жоқ екен ғой. Енемнің шарасыз екенін түсіндім сол кезде. Немерелері үшін, үлкен ұлы үшін өз қайғысын өзі жұтып жүргені жүзінде жазылып тұрған болатын. Ауыр күрсінгені ештеңе айтпаса да не ойлап отырғанын білдіріп қоятын. Анамның Құдайдан қорықпағаннан қорық деп айтып отыратынын осы кезде ұқтым. Бұл босағаға бала болып кіріп, ересек әйелдей тез есейіп кеттім. Тірлігімді аяқтап, бөлмеде су ішіп тұрсам, әлгі екеуі тағы да қол ұстасып келіп тұр. Абысыным, екеуміз байларымызды ауыстырып алайық деп, беті бүлк етпей ыржалаңдап тұр ғой. Сен менің күйеуіме бар, мен сенің күйеуіңмен боламын дейді бетсіз. Сасқанымнан не дерімді білмей, апа ше, қайнаға ше деппін. Ой апа қайда барады? Біз өзіміз келісіп алсақ болды емес пе? Қайнағаң сені әдемі екен деп жатқан. Сені ұнататын сияқты. Ол да көнеді ғой. Көнбей қайда барады дейді күліп. Өздері арсыз болғанымен қоймай, қайнағамды да маған ғашық қылып шығара салды. Қаным басыма шығып, сіздер не айтып тұрсыздар? Қай бетіңізбен айтып жатырсыз? Бұл идея кімнен шықты? Дедім дірілдеп. Көнсең сол, көнбесең құры. Қалай келдің солай кет. Мен жеңгемді жақсы көремін деді байсымағым. Адамның түрін әрине Құдай тағалам жаратады. Оны сынауға хақым жоқ. Бірақ мені алып қашқан адамның көзі сықсиған, мұрны аспанға таңқиған, қап-қара шотыр бет болатын. Түріне қарағым келмей әрең жүргенмін. Құдай тілеуімді беріп қыздығыма тесіп еді әйтеуір. Ал мына қылықтары тіптен жиіркендірді. Ертең таң атса, 1 минутта қалмай кетемін. Сіздер де арсыздармен бір шаңырақта тұра алмайды екем, дедім көзіме жас толып. Сөйтсем, әлгі жеңгесі, жаным, кетпесей, кеткенде қайда барасың? Қайнағаң жақсы адам. Сен кетсең, біздің артымыз ашылады ғой, дейді ғой ұялмай. Өмірде осыншама ұятсыздар бар екен-ау. Сонымен не керек, тағы кетпей қалып қойдым. Енем мен қайнағам таңғы 4-те мал базарға кетеді. Енем пирожки сатып, қайнағам мал алып сатады екен. Олар күн көріс қаммен жүргенде мына екеуі табысатын көрінеді. Тура жолдан тайып адасқандар ғой негізі. Нәпсіге ерік бергендер дейді мұндайды. Бұндай адамдардың ешкімге жандары ашымайды. Тіпті балаға да. Бір адамның кесірі бүкіл ауылға тиюі мүмкін.
осындайларға қарап жастар да бұзылуы мүмкін. әне кетемін, міне кетемін деп жүргенде 2 ай өтіп кетіпті. Кетейін десе мені тастап кетпеші, бәрі орнына келеді деп жыласа, көңілін қимай тірлігімді істеп жүре беремін. 1,5 айдан кейін төркініме есік ашу рәсіміне баратын болдық. Дәстүр бойынша есік ашуға күйеу бала, жеңгесі, жолдас баласы, тағы біреулер бару керек. Үйлерінде жиналыс болатын болды. Негізі апа 10 бала туған. Менің күйеусымағым ең кенжесі. Басқа ауыл қыздары үйлі баранды болып кеткен екен. Біз үйленгенде қайнағам мен әлгі арсызды бөлек шығарамыз деп ойлаған. Енем байғұс ең кенжесінің қызығын көремін ба дегенде, міне мынаны көрсетіп отыр. Атамыз ерте қайтыс болып кеткен. Бірақ кезінде білдей совхоз директоры болып дүрлігіп тұрған деседі. Жатқан жері жәннатта болсын. Енем байғұс 36 жасында жесір қалып 10 баламен жалғыз қалып кеткен екен. Бір күні әлгі арсыз кетіп тынды. Кетерден алдын ішіп алып жанжал шығарған болатын. Екеуі ас үйде құшақтасып аймаласып отырғанда апам кіріп қалған. Бұларды тоқтатпасам болмайды деп ашуланып қайнағаны шақырыпты. Ол кісі екеуін де ұрған. Айқай-шу болып жатқанда мен жатын бөлмеде 2 құлағымды жауып қорқып отырдым. Абысынның даусы шәңкілдеп ойбайлап жатты. Мен қорыққанымнан далаға атып шығып, әлгі құлаған шаңырақтың астында жылап отырдым. Бір кезде қасыма қайнағам мен апам келді. Жылама қарағым, болды, ертең таң азанымен ол қатын кетеді. Өзім апарып тастаймын, деп енем байғұс мені құшақтап жұбатып жатыр. Қайнағам өз басындағы қайғысы аздай маған қарап, келін, бекем бұл өмір, өмірде сынақ көп айналайын, сабыр ет дейді, даусы дірілдеп. Сол күні жылап-жылап бөлмеме кіріп жатып қалдым. Бір кезде біреу оятады. Қарасам әлгі 2 арсыз екен. Сенің миыңды ашытсақ кешір, осындай болып қалды енді. Мен мас болып қаппын, деп бірдеңелерді айтып жатыр. Мен ұйқысырап көзімді аша алмай отырмын. 2 көзім ісіп кеткенін көріп жаны ашығансып отыр. Бір кезде апа кіріп келіп, екеуін де қуып шықты. Сәлден соң байсымағым кіріп, неге жеңгемді ұрып жатқанда ажыратпайсың дейді ұялмай. Енді әй қойыңдар деп ажыратуым қалып еді десем, боқтанып аузына келгенін айтып жатыр. Мен айттым, осы сен неге мені сонша қинап алып қаштың, не мақсатпен? Басқаны сүйеді екенсің, неге менің басымды былғадың деп жылап жібердім. Апам ғой, сен ал деп қоймай қойған. Үйленбеймін десем де қыр соңымнан қалмай минімді жеп қойды, деп отыра кетті. Сөйтсем, бүкіл әулет біледі екен. Айтуына қарағанда, бастары қатқан үлкендер, әдемі жас келіншек әперсек, осы арсыз әйелді ұмытатын шығар деп ойлап, біреу арқылы мені көрсеткен екен. Ал қайнағам мен арсыз жеңгені бөлек шығарсақ, адам болып кетер деп 4 баланы қимағандықтан екеуін ажыратпаған екен. Ертесіне ол арсыз кетіп тынды. Бірақ тыныш кетпей шу шығарып, қайнағамды соттатып жіберемін деп қоқаң-лоққы жасап кетті. Үйіміздің берекесін ұшырып, күйеуім мен қайнағам төбелесіп, апамның қан қысымы көтеріліп әбіршіп қалдық. Бірақ байсымағым оған баруын тоқтатпады. Мен сені жек көремін. Сен біздің үйге жұт болып келдің. Менің ғашығымнан айырың деп ішіп келіп аузына келгенін айтатын. Қайнатамнан кейінгі бауыры бар еді. Олар да өсіп өнген жандар. Оның да 10 бала шағасы бар. Атам қайтыс болған соң осыларға бас көз болып жүрген екен. Апамның бала шағасының барлық қызықшылығына көмектесіп, тек осы кенже баласына келгенде әлдері жетпеген көрінеді. Арсыз әйелде басында жап-жақсы жүріп, 4 бала туып, орта жасқа келген соң, шайтанның жетегінде кетіп, тура жолдан тайған деседі. Күйеуі момын болған соң, оны менсінбей, қалшылдап тұрған қайнысымен алғашта әзілдесіп жүріп, екеуі оңаша қалғанда
қалай төсектес болғанын өздері де білмей қалған. Әйелмен жақындасып көрмеген жас жігіт жеңгесін қатты ұнатып қалып, екеуі оңаша сәтті асыға күтетін көрінеді. Ортадағы жазықсыз төрт бала үшін енем де қайнағам да бұлардың арсыздықтарына шыдап жүре берген. Бұл арсыз келін түспей тұрғанда ең үлгілі отбасының бірі болған екен. Қыздары да барған жерлеріне адал барып, сол үйді дөңгелетіп әкеткен. Алыстағы үлкен ұлдарының да өз үйлері бар, оқыған-тоқыған жандар. Тек осы бір әйелдің кесірі бүкіл әулетті жерге қаратып қуып жіберейін десе, апам балалар тірі жетім қалмасын деп ешкімді араластырмай жүре берген екен. Сонымен төркініме есік ашып баруға тағы жиналыс болды. Ойласа келе күйеуімсіз баратын болдым. Ол барудан бас тартып, орта жасқа келген ең үлкен абысыным мен оның 15 жасар қызы үшеуміз бардық. Үйдегілер ештеңеден хабары жоқ. Ансамблімен, шашуымен, мол дастарханымен күтіп алып, бәрі асыр салып күтіп жүр. Ағайындар көп жиналыпты. Күйеуімді сұрағандарға ауырып қалды деп құтылдық. Алдын үйден шығып бара жатқанда енем ешкімге ештеңе айтпашы деп жылаған соң, ешкімге айтпаймын апа, уәде беремін деп сөз беріп кеткен едім. Бірақ әке-шешемнің үйіне барған соң ол ойым өзгеріп, қалай да айтуым керек деп шештім. Негізі ең үлкен қайынбикем біздің аталас туысқанымызға келін болып түскен екен. Өте пысық, көреген жеңге ретінде танимыз. Мені сол кісі таныстырып, қашырып жіберген болатын. Үйге есік ашып барғанда ол кісі келмеді. Ұялған болар. Бірақ менен 2 жас үлкен нағашымның қызы бар еді. Екеуміз сырлас болатынбыз. Адамдар тарқаған соң ол мені жеке бөлмеге апарып сұрақтың астын алды. Күйеуің неге келмеді дейді бетіме тура қарап. Ауырып қалды, дедім сенімсіз дауыспен. Өтірік айтпа. Сен есіктен кіргелі бері бір нәрсе дұрыс емес екенін сезіп отырмын. Көпшіліктің көзінше сұрай алмадым. Ал енді ештеңе жасырмай шыныңды айт. Ол жақта не болып жатыр өзі? 2 айда соншама жүдеп кетіпсің. Көзіңде бір мұң бар сияқты. Қане, қорықпай маған айтшы. Қаласаң мен де ешкімге айтпаймын деп құшақтағанда ішімдегі сонша күнде жиналып қалған өкініш пен шарасыздық лықсып шығып өкіріп жыладым. Даусым қатты шыққаны соншалық нағашым қорқып кетті. Жүгіріп барып есікті ішінен құлыптап, тыныш, сабыр ет. Папаң естіп қойса қан қысымы көтеріліп кетер жаным, деп ол да мені құшақтап шашымнан сүйіп жатыр. Сөйлеуге шамам келмей біраз жыладым. Ол да үндемей құшақтап отыра берді. Ентігім басылған соң көз жасымды сүртіп сырласымның бетіне қарадым. Айтуға дайынсың ба дегендей бұрқырап тұрған шашымды сипап құлағымның артына жасырды. Бір кезде бар күшімді жинап нағашы әпкеме қарап, ешкімге айтпайсыз ба дедім. Жоқ, айта бер. Менің сыр сақтай алатынымды білесің ғой, деді ақырын ғана мені шошытып алмайын деген адам құсап. Мен әлі қызбын дедім төмен қарап. Немене? Деген даусы қатты шығып кетті. Тез есін жиып, өз аузын өзі басып қалып шошына есікке қарады. Қайтадан маған қарап, сен қыз не деп тұрсың? Жарамайды ма не сонда деді сыбырлап. Жоқ, жарайды. Әзірге тек жеңгесіне ғана жарап тұр дедім. Нағашым түк түсінбей, қалай сонда? Деп мынау жынды ма деген сияқты маған алара қарады. Иә, ол туған жеңгесін ұнатып қалған. Менің туған абысыным, оның ашынасы. Оны бүкіл әулет біледі екен, деп бар шындықты жайып салдым. Уәдемді бұзғаным үшін Алладан іштей кешірім сұрадым. Нағашы әпкемнің миы ортпай басында сенбеді. Мүмкін емес дейді басын шайқап. Қызау, егер сен күйеуіңді ұнатпай ажырасқың келсе, оны айтсаңшы. Бұлай біреуді қаралауға болмайды ғой, дейді менің 2 қолымнан ұстап. Қолымды жұлып алдым. Маған сенбейсіз бе? Осы 2 айда маған саусағының ұшында тегізген жоқ деймін. Екеуінің сүйісіп аймаласып тұрғанын талай көрдім.
Ол әйел тіпті екеуміз байларымызды ауыстырып алайық та деп айтқан. Екеуін ажырату үшін үлкендер бізді үйлендіріп, оларды бөлек шығарамыз деп ойлаған екен. Бірақ менің күйеусымағым одан өлсем де ажырамаймын деп отыр. Дегенде барып мына сұмдықтың шындық екеніне көзі жетіп, бір жылайдай кеп, өзін тоқтата алмай жылайды. Ешкімге айтпайсыз ғой я деймін, сәл басылған соң жүзіне үңіліп. Ей, сен ақымақ, осынша уақыт үндемей жүргенің не? Осындай нәрсені жасыруға бола ма? Деді мені иығымнан жұлқылап. Әпкеме айтамын, дейді дірілдеп. Әпкесі менің анам. Бұрылып есікке қарай беттегенде, айтпашы, сен маған сөз бердің ғой деймін оның қолынан тартып. Мен апама қайтып келемін деп сөз бергенмін. Егер бармасам, апамның көз жасы ұрады десем, ой сорлы, сені оқытып тастаған ба не бәле? Сенің көз жасыңа кім жауап береді сонда? Деп қолын жұлып алып, ас үйдегі жеңгеме жылап тұрып айтып берді. Мына ақымақ әлі қыз екен. Одан басқа сұмдықтары да көп. Бұны оқытып тастаған. Әлі де сол үйге барамын деп отыр, деді даусы қарлығып. Жеңгем, ойбой, не деді, ойбай деп бетін шымшып маған үрейлене қарады. Мен болсам, қойыңдаршы, мен апаға сөз бергенмін. Апам жақсы адам ғой, дей бергенімде жеңгем білегімнен ұстап жұлқып жіберді. Есін жесін дегені ғой. Қызау, не деп тұрсың? Бұндай нәрсемен ойнауға болмайды. Сонда өмір бойы сол үйге тегін қызметші ретінде жүре бермексің ба? Есіңді жи, деп қолымды сілкіп жібергенде мен жерге отыра қалып жыладым. Бұрын төркінге есік ашып барғанда бір күн қонып ертесіне қайтатын еді ғой. Менімен еріп келген абысыным мен қызы екеуі азанда ерте тұрып қайтуға дайындалып жүр. Анам байғұс ештеңеден хабары жоқ. Ерте тұрып ет асып дастархан жасап жүр екен. Абысыным мен жатқан бөлмеге кіргенде қасында жеңгем бар еді. Түтігіп кеткен жеңгемді көріп менің айтып қойғанымды бірден білді. Маған қарап, ақымақ болма, жүр үйге. Маған сені қатты дайындаған, жүр кетейікші деп маған жақындай бергенде жеңгем оны итеріп жіберіп, неге сонша қызымызды қорғалғансыздар? Әрі-бері жекжаттығымыз бар екенін неге ойламадыңыздар? Деді жеңгем тістеніп. Ой, мен білмедім ғой, кеше ғана естідім мен, деп бетін басып жылай берді. Айқай-шуды естіп әке-шешем бөлмеге кіріп келді. Жеңгем жылап тұрып бар шындықты айтып берді. Әп сәтте у-шу басталып, шешем байғұс ойбайлап қалды. Қызды жайына қалдырып кете беріңдер. Сендермен келінім барып қыздың киім-кешегін алып кетеді, деді анам қатқыл үнмен. Сонымен мені үйдегілер жібермей, жеңгем мен үлкен абысыным, қызы үшеуі кетті. Жеңгем киімдерімді алып келіп, иығымнан ауыр жүк түскендей, сондай бір жеңілдеп қалдым. Әке-шешем мен бауырларым, жеңгелерім мені қолдап сыртқа теппеді. Қайтадан ажарланып шыға келдім. Ал күйеуім жақ қайта-қайта кешірім сұрап келе берді. Әкем жарықтық бір сөзді кіседі. Ағасын аямай отырған адамға қызымды қалай тапсырамын? Осымен бітті, енді келмеңіздер деп қатты-қатты айтқан соң мазалауын қойды. Мүмкін ауылда жүрсем келе берер ма еді, көңіл аулансын деп анашым Алматыға нағашыларымның қолына жіберді. Ол кезде біздің ауыл мен көрші ауылда сенсация тарап кеткен болатын. Алматыға келіп біраз жұмыс таппай жүрдім. Ешкімді маңыма жолатпаймын деген ұстаныммен келгем. Бірақ адам адасамын десе бір сәтте екен. Міне, Алматы менің адасқан қалам. Сезімнің жетегінде кетіп, тура жолдан тайдырған қалам. Алматыға келгенімде ажырасқаныма бір жылдай болған. Жұмыс іздеп жүріп, үйден ашылған кафеде даяшы болып кірдім. Еркек көрсем жиырылып, үндемей тек өз жұмысымды істеп жүре бердім. Клиенттер көбіне еркектер. Сәл күліп сөйлесең кездесуге шақырғыш, бәрі ұнатып қалғыш әйтеуір. Бір ұзын тұра жігіт қыр соңымнан қалмай, мені көрсе үздігіп бар ғашықтық сөзін айтып тұратын. Бірақ ол маған ұнамайтын.
Кафенің сыртындағы балмұздақ сататындарға маған ғашық екенін айтып, сол жердегілердің бәріне балмұздақ беріп жібереді. Біресе аяқ киімінің үзіліп қалғанын байқап, оны да беріп жібереді. «Он тебя искренне любит» деп бір орысы бар, тәжігі бар, оның сыйлықтарын әкеліп береді. Қасындағы аспазшы апайлар балмұздақ жегеніне мәз болып, мені сол ұзынтұраға таңып қалжыңдасады. Бір күні әлгі күйеусымағымның жездесі іздеп келіпті мені. Өзі сондай тілмаш болатын. Олар да Алматыда тұрады деп естігем. Қалай тауып алғаны белгісіз, қасындағы қыздан мені сұраған ғой. Ол болса, иә, ол қыз осы жерде істейді деген. Жездесі бірден бұрылып кетіп қалған екен. Бір кезде әріптесім жаныма келіп, сені көзі көк, шашы бұйра бір еркек сұрап кетті, дейді. Ол кім деп сұрап жатқаным сол екен. 3 еркек кіріп келді. Біреуі күйеуім, екіншісі оның жездесі екенін бірден таныдым. Үшіншісі бейтаныс адам. Жүрегім аузыма тығылып, тарсылдап орнымнан атып тұрдым. Қасымдағы қыз жүгіріп барып, оларды кабинкаға кіргізіп, танысып та үлгеріпті. Сені жібер деп жатыр. Күйеуің екен ғой. Сен бұрын тұрмыс құрғансың ба не? Деп таң қалып тұр. Мен отыра қалып жылап жібердім. Сол кезде кафенің егесі Кәмшат апай бәрін естіп тұрып, бара ғой, барып бәрін шешіп ал. Егер қаламасаң, олар сені алып кете алмайды. Қорықпа, мен сені оларға беріп жібермеймін деп жетектеп солар отырған кабинкаға кіргізіп жіберді. Иә, енді қайта келместей етіп үмітін үзейін деп кіріп бардым. Олар орындарынан тұрып амандасып жатыр. Күйеусымақ жерге қарап сызылып, үйленетін жігіт ұқсап, костюм шалбар киіп алыпты. Заржақ жездесі, не заказ бересіңдер? Екеуіңді табыстырып жіберейін деп лыпылдап жүр. Бір кезде екеумізді оңаша қалдырып шығып кетті. Жаным, кешірші мені. Мен ақымақ болыппын. Сендей сұлудың қадіріне жете алмай адасыппын. Жүрші менімен, алып кетейін дейді түк болмағандай кейіп танытып. Мен сені кешіргем. Бұл бір өміріміздегі эпизод болып қалсын. Ұмыт бәрін. Енді мені іздеме. Мен басқа біреуді ұнатам, және соған тием. Енді бәрі кеш десем, естігім де келмейді. Сен менің некелі жарымсың. Қазір алып кетем. Көнсең де, көнбесең де сол деп доқ көрсетіп отыр. Өзің жеңгеңнің қойнынан шығып алып, қалайша мені некелі жарым дейсің? Ол тақырып бітті деп тосылып қалды. Мен оны ұмыттым. Енді ол біздің өмірімізде жоқ. Балаларын саудаға салып, ағамды соттатып жібере жаздады. Әйтеуір талап еткен ақшаларын беріп, балаларды әрең алып қалдық. Сатты ғой бізге балаларын, дегенде ашуланып даусы жуан шығып кетті. Жаным, жүрші үйге, мамам да науқастанып қалды. Тек сені алып кел деп отыр. Сонда тек апама бола мені алып кеткің келе ме? Жоқ, мен сені жақсы көретінді кешіктім. Жеңгемнің арбауына түсіп қалдым. Кешірші деп жалынып отыр. Тез ұмытып, тез ғашық бола салатын сенікі тауық махаббатқа ұқсайды екен. Сен де мені кешір. Бірақ мен ол үйге қайтып бара алмаймын, деп кесіп айттым. Сыртта бәрін естіп отырған Кәмшат апай кіріп келіп, қызымызды қазір сіздермен жібере алмаймыз. Ертең өздеріңіз үйінен алып кетерсіздер деп мені кабинкадан шығарып жіберіп, оларды қайтарып жіберді. Сол түні олармен кеткенде өмірім басқа арнаға бұрылушы ма еді, кім білсін. Бірақ мен басқа жолды таңдадым. Ол босағаға қайтып барғым келмеді. Таң азанымен әлгі маған ғашық ұзынтұра жігітті шақырып, көңілім болмаса да сонымен кеттім. Сол түні ол мені ұзақ қыдыртты. Сені аламын деп сендірді. Мен болған жайтты түгел айтып бердім. Ол болса, енді сен тек мендіксің деп екеуміз бірге түнедік. Бірақ қыздығыма тиіспеді. Сол жабысқаннан кенедей жабысып,
қыр соңымнан қалмай жүрді. Бір күні екеуміз қыдырып жүргенде, енді қашан үйленеміз десем, менің әйелім бала-шағам бар, екінші әйел болып тиесің ба дейді ғой. Сенгенім сен болсаң жоғал деп айқайладым. Содан екеуміз қатты ұрсысып қалдық. Ол шынымен жоқ болып кетті. Бауыр басып қалған екем. Біраз қиналдым, күттім, бірақ ол келмеді. Негізі кейбіреулердің басына сынақты үйіп-төгіп бере салады ғой. Сол кейбіреудің бірі мен едім. Аллам сүйген құлына ғана сынақ береді деп жұбатып жатады. Онда неге сүйген құлын сонша қинайды? Неге мені ғана сынай береді? Шыр етіп дүниеге келгеннен маңдайыңа не жазылады, соны көресің дейді біреулер. Тағы біреулер адамның тағдыры өз қолында деп жатады. Кейде осы екеуінің қайсысына сенерімді білмей басым қатып кетеді. Алматыда жұмыс істеп жүріп, сырттай оқып алып, ауылға мұғалім болып шыға келдім. Ауылдың жігіттері шықты бір кезде, жүректерін ұстап ғашық болып. Тіпті бір оңбаған алдынан шығып қалып, бәлсінбей кешке сықшаңшы, бәрібір күйеуге шығып келгенсің ғой, ешкім білмей қалады, сағат 10-да келем дейді күйдіріп. Қорланғаным-ай. Сонымен ауылда тыныштық болмаған соң Алматыға қайта кеттім. Жұмыс істеп жүріп, әкесі қазақ, шешесі кавказдық бір жігіт қыр соңымнан қалмай сүйем күйем деп жүріп қармағына түсірді. Өзі сондай сымбатты болатын. Жүрегім қатты ауырып тұрып ұнаттым. Сорлы басым оған пәктігімді бердім. Ол менің қыз болып шыққаныма таң қалды. Мешітке жалынғандай болып апарып, некемізді қидырып, бірге тұра бастадық. Әке шешемді ұмыттым. Оларды жерге қаратып, соның соңынан кеттім. Оған бәрібір орыс болып кеткен. Ресейден келіп, кәсіп ашып, жұмысын істеп жүр әйтеуір. Содан бір күні аяғым ауыр екенін біліп, оған айтсам, аборт сделай, ребенок в плане нет дейді, еш саспай. Жынданып кете жаздадым. Жылап-жылап одан қашып кеттім. Күйік болып тағы үйге келдім. Аяғым ауыр екенін ешкім білмейді. Ішім білінбей тұрғанда жұмысқа тұрып алайын деп, аспазшының көмекшісі болып жұмысқа тұрдым. Бәрі жақсы көріп, қолынан келмейтіні жоқ деп мақтап жүрген қыздың іші шермиіп шыға келді бір күні. Үйге баруды қойдым. Асхананың қоймасында ұйықтап, 8 ай бойы тынбай жұмыс істей бердім. Өсек әке-шешеммен бауырларыма жетіп, олар менен сырт айналды. Осы өмір маған керек педі? Өмір деген қатал екен ғой. Бір шалыс бассаң бітті. Мен өмірді текпе-жекке ұқсатамын. Тепе-теңдікті сақтай алмай қалсаң, төменге қарай домалай құлайсың. Қателік үстінен қателік жасап, өз өміріме өзім балта шаптым. 8 ай ыстық асханада істеген соң, аяғым ісіп, доп-домалақ болып шыға келдім. Қасымдағы әріптестерімнің ұрсуымен жедел жәрдем шақырып, ауруханаға жатып қалдым. Сол түні суым кетіп, 8 айлық ұл бала туып қойдым. Жүрегі оң жақта орналасқан, өкпесі жетілмеген, ішектері айқасып кеткен дейма, әйтеуір мүгедек бала туылды. Отырып алып, өзіме лағнет айта бердім. Тура 10 күн өмір сүрді. 10 күн жансақтау бөлімінде жатып, 2 рет ота жасады. Айнадан қарап тұрып жылай бердім. Өзімнен басқа кімнен көрем? Қарғыс атқан мені деймін. Ағаларым, әке-шешемнің наласы бұл деймін егіліп. Жылағанда ішім күйіп кетеді. 10 күннен соң балапаным шетінеп, оны моргке апарып, мұздатқышқа салып қойыпты. Сонда қасында кім бар дейсіз бе? Кафенің егесі мен баяғы сырлас нағашы әпкем менің. Олар теріс айналмады менен. Бауыр етім балам шетінеген соң қатты қиналдым. Алла-ай, балапанымды бауырыма баса алмадым-ау деп қайғырдым.
Әкесі баланы алдыртып таста дегенде тыңдамай, осы баламды тосам бәрі жақсы болып кететін сияқты сеніп едім. Бәрі менен теріс айналса да баламмен боламын ғой деп туғанша асығып едім. Бірақ олай болмады. Балам небәрі 10-ақ күн өмір сүрді. Тек сыртынан қарап қана қанағаттанып тұрған едім. Моргке алып кеткен соң нағашы әпкем мен Кәмшат апай үшеуміз алып келуге бардық. Әпкем мата мен пакет ала кел дегенін түсінбей сонда да ала салдым. Үшеуміз моргке кірдік. Енді ана жердің иісі мен атмосферасы сондай ауыр болатын. Кіргеннен жүрегім тарсылдап, қорқып тұрсам да алға қарай жүре бердім. Одан кейін бір шкаф сияқты мұздатқышты ашып, баламды столдың үстіне қойғанда тарс ете қалды. Мұз болып қатып қалған екен ғой сонда. Енді ол жердегі қызметкерлердің еті үйреніп қалған ба кім білсін, тура бір ойыншықты қойғандай жұлып алып столға тас сияқты тарс еткізгенде менің жүрегім жарылып кеткен шығар деп ойладым. Айқайлап жіберіп әпкемді тас қылып құшақтап алыппын. Ол кісі мені жетектеп алып шығып, сыртқа отырғызып, бетіме суық су шашып жатыр. Есімді бір білем, бір білмеймін. Есіңді жи деп ұрсып жатыр. Әлі жап-жассың. Дүниеге талай перзент әкелесің. Не көрінді сонша, өз-өзіңді тастап жіберіп деп су ішкізіп жатыр. Кейін айтады ғой, түрің сұп-сұр болып, бетіңе қан жүрмей қатып қалдың. Қатты қорқып кеттік дейді. Сонымен нағашы әпкем мен Кәмшат апай ұлының көлігімен мешітке апарып молдаға оқытып 10 күн өмір сүріпті ғой деп есім қойып, мейрам сумен шомылдырып, барлық рәсімін жасап молаға апарып көмдік. Молда әкесі қайда дегенде үндемедім. Айтпасам да түсініп ештеңе қазбалап сұрамады. Осы жерде нағашы әпкеме, Кәмшат апайға, оның ұлына, молда кісіге бәріне рахмет айтқым келеді. Олар оқып отырмаса да Алла разы болсын дегім келеді. Қиын күндерде жанымнан табылып, менен теріс айналмады, бетіме баспады. Аллам ол кісілерге екі дүниенің бақытын берсін. Үйге келген соң Кәмшат апайым да жұмысқа шығуға асықпа, сенің орның әрдайым дайын тұрады. Өз-өзіңе келіп алған соң, кез келген уақытқа жұмысқа шыға берсең болады деп құшақтағанда иығын жасқа толтырдым. Молда, көп жылама қызым, көз жасыңмен баланы суға ағызып жібересің. Сабыр сақта қарағым деп қайтып кетті. Сонда пакет пен мата ал дегені, бала мұздатқыштан шыққан соң ериді дегені екен ғой. Жаз айы болатын ол кезде. Тірі өлік дегеннің не екенін бұрын түсінбейтін едім мен. Осы жайттан кейін түсіндім. Адамның тәні жүре бергенімен жаны жоқ сияқты болады екен ғой. Көп жыласам, әпкем ұрсады деп жүрекпен жыладым. Яғни көзімнен жас шықпай, зомби құсап жүре бердім. Баламның мазаратына қайта-қайта барып жүрдім. Тұңғиыққа батып кеткенмін. Ешкіммен сөйлеспеймін, күлмеймін, жыламаймын. Кейде көшеге шығып кетіп, аспанға қарап баламмен сөйлесетінді шығардым. Бұлттардың арасында басы қылтиып маған қарап күліп тұрады. Еркелетемін. Екі қолымды созып келе ғой деп шақырамын. Мүмкін сол кезде қатты күйзелісте жүрген болармын. Оны да білмеймін. Тамақ жесемде не жеп жатқанымды білмеймін. Тәуіптерге барып, менің балам жоғалып қалды десем, ойбуй, балаңды бір өзге ұлттың әйелі ұрлап кетіпті ғой. Саған дуа жасалған. Дуаны қайтармасаң, балаң табылмайды деп қайдағы жоқтарды айтып кетеді. Менің балам өлген деп айқайлап кетемін оларға. Нағашы әпкем байғұс бар еркелігімді көтерді. Қолдаудан жалықпады. Есімді жиюыма көмектесіп, жұмысқа шықпасаң болмайды. Бұлай жүре берсең ауру болып қаласың. Саған жұмысқа шығып алдануың керек дегенде, мен қашанғы әпкемнің үйінде масыл болып жата беремін деп ойладым да,
кәмшат апайыма бардым. Ол жарықты құшақ жая қарсы алды. Асханаға ашпазшы болып кіріп, жақсы орыс апай бар еді. Сол кісіден көп нәрсе үйреніп алдым. Сәл де болса ес жиғандай болдым. Бірақ кейде жұмыстан шыққанда белгісіз жаққа кетіп қалатынды шығардым. Қайда бара жатқанымды өзім де білмеймін. Басым ауған жаққа кете беріп, бір уақытта ұйқыдан оянғандай селк ете қалатынмын. Айналама қарасам мүлдем бейтаныс жерлер. Сол жердегі жүрген адамдардан сұрастырып жүріп, үйді тауып баратын едім. Әпкем байғұс үлкен молдаларға оқытып жүріп, әйтеуір бетім бері қарады. Менің мынадай күйзелісте жүргенімді естіп, анам байғұс үйге шақырды. Мама, мен қалай барамын? Әкем мен ағаларымның бетіне қалай қараймын дедім. Бірақ қолыммен жасаған нәрсемді мойныммен көтеруім керек. Ұяттан жерге кіріп кетсем де баруым керек деп әпкемді ертіп ауылға бардым. Барсам, әкем жоқ екен. Бәлкім мен келетін болған соң шығып кеткен болар. Анашым үйде екен. Ештеңе болмағандай қалбалақтап, құшақтап сүйіп жатыр. Ұрсатын шығар деп қорқып барған едім негізі. Мынадай қарсы алыста соң шыдай алмай анамды құшақтап жылап жібердім. Анам да жылап, өзіңді күтіп жүр айналайын. Енді пенде болған соң адам адасады. Шайтан адастырған шығар сені де. Қиын күндерде жаныңнан табылмағаным үшін кешірші қызым. Мен сені мұншалықты қиын жағдайда екеніңді білмеппін деп жылады. Жоқ, қайта сіздер мені кешіріңіздер. Мен сіздерді жерге қаратып кеттім. Мен сіздің ақ сүтіңізді ақтай алмадым, анашым деп бір-бірімізден кешірім сұрап ұзақ жыладық. Үйге кіріп тамақ ішіп, өткен кеткенді айтып бір жеңілдеп қалдық. Менің ұзақ отырмайтынымды сезіп, анашым ет, құрт, майын беріп шығарып салды. Арасында осылай келіп тұр балам. Ағаларың мен әкеңе өзім түсіндіріп айтамын деді. Маңдайымнан сүйіп қомақты ақша беріп жатыр. Жоқ, керек емес апа. Мен жұмыс істеп жүрмін ғой. Ақшам бар десем де, ақша ешқашан артықтық етпейді. Оқуыңа төлейсің деп қоймай сөмкеме салып жіберді. Ол кезде мен қаржылық оқуына сырттай түсіп алған болатынмын. Енді мұғалім болуға лайықты емеспін дегенімде, нағашы әпкем мен кәмшат апай осы оқуға түсіріп берген болатын. Ауылға барып келген соң иығымнан ауыр жүк түскендей жеңілдеп, қайта өмірге келгендей болдым. Жанталасып жұмыс істеп, ақшамды үнемдеп, автобуспен баратын 2 аялдамаға жаяу жүріп, артылған ақшаны оқуыма төлеп өмір сүре бердім. Арада 2 жыл өтті. Бір күні көшеде ауыр сумкамен кетіп бара жатсам, біреу әкеліңіз көмектесейін дейді. Қолымдағы ауыр затты алып. Ой, жақсы болды ғой, қолым үзілейін деп келе жатыр едім. Көп рахмет сізге деп қуанып қалдым. Жүзіне қарасам, менен 4-5 жас кіші сияқты. Бірақ денесі мығым келген сымбатты жігіт екен. Спортпен айналысатыны көрініп тұр. Сонша ауыр сөмкені қалай көтеріп келе жатсың деп бірден сенге көшіп кетті. Қайда тұрасың, үйіңе дейін апарып тастайын дегенде, мен тұратын жерді айтсам, ол да сол төңіректе тұрады екен. Екеуміз бұрыннан тұратын адам сияқты сөйлесіп, ол менің номерімді сұрап алды. Балалық шағыма оралсам, мен отбасында 3-ші қызбын. 4 қыз, 4 ұлмыз. Ең момыны мен болғам. Анам айтатын, баланың момыны сенде ақ болсын. Сүт беріп бесікті жауып қойсам, пысылдап ұйықтай беретінсің дейтін. Анам мені туғанда көкірегі ауырып емізбеген екен. Сиырдың сүтін беріп, өзім де сиыр сияқты момын қыз болып шыға келіппін. 1,5 жасымда анам көкірегіне ота жасатуға Алматыға кетіп, маған үлкен ағаларым мен әпкелерім қараған екен. Олар сабақтан келгенше бет-аузым кір-қожалақ болып, есіктің алдында күтіп отырып ұйықтап қалады екенмін.
Біраз уақыттан кейін анам келген соң танымай, анам көтерсе жылап әпкелеріме қарай жабысқан екем. Үй ішімізбен мектепті жақсы оқыдық. Пәленшеевалар десе, олар на отлично оқиды деп мұғалімдер таласатын. Сабақтан бас алмайтын қыз болып, киімге мән беру, шашты сәндеу деген мүлде жоқ. Тек сабақ оқу. Каникулда әдеби кітаптарға өш болып, бір оқысам, тірліктің бәрі қалып кетіп, сол кітаптың ішінде қалықтап жүретін едім. Анам да сондай болған екен. Мені босанып жатқанда бір кітап оқып, сол кітаптағы кейіпкердің атымен менің атымды анам өзі қойған екен. Сенесіз бе? Бала кезімде менде бір түсініксіз жағдай болған. 7-ші сыныпты бітіріп 8-ші сыныпқа өтерде, жазғы каникулда сырлас нағашы әпкем және оның сіңлілері, олар ыңғайсыздау қыздар болатын. Отбасында ол жоқ болған соң еркектің жұмысын істейтін. Бәріміз егістікке жер шабуға бардық. Кеш болып бара жатқан соң әпкем, сен қайта бер, біз мынаны аяқтап барамыз. Жолдың шетімен жүр. Аяғыңды тез-тез басып үйге жетіп ал. Әйтпесе қараңға болып кетеді деп мені қайтарып жіберді. Жолдың шетімен қайтып бара жатқанда, оң жағымда қалың қамыстар болатын. Сарғайып кеуіп тұрған кездері. Сол қамыстың бойымен жүріп келе жатсам, әлгі қамыс та сықырлайды. Тоқтасам, ол да тоқтап қалады. Тез-тез жүрсем, қамыстар да тез-тез шықыр-шықыр деп қимылдап кетеді. Тоқтасам, олар да сап тыйылады. Қорыққаным соншалық, тарсылдаған жүрегім өзіме естіліп жатыр ғой. Дүк-дүк деп жүрегім де асығыс соғады. Қасақана жолдан бірде-бір көлік өтпей қойды. Ымырт түсе бастаған кез. Ай дала. Қамыс жаққа қарауға қорқып келе жатсам, алдымнан үсті-басы кір-кір, киімдері жыртық-жыртық, шашы дударай, аяғы жалаңаяқ біреу шыға келмесі бар ма? Өлген жерім осы шығар деп ойладым. Тоқтап қалып, не артқа, не алға жүрерімді білмей, тұрған орнымда қатып қалдым. Девочка, иди сюда, я тебе конфеты дадым деп, қолын созып жақындап келеді әлгі құбыжық. Бар күшімен айқайлап әлгіні итеріп жіберіп, көшеге қарай жүгірдім. Ондайды күтпесе керек, ол жерге отырып қалды. Қарсы бетте бір көлік келе жатыр екен. Соның алдына қарай жүгірдім. Қағып кетеді деп те қорықпадым. Ол көлік шиық деп тоқтай қалды. Қос қолымды көтеріп, көмектесіңіздер деп айқайлап, артыма қарасам, әлгі адам қамыстың арасына қашып барады екен. Көліктен түскен аға, стой, стой деп айқайлап еді, ол қамыстың арасына кіріп ғайып болды. Ерлі зайыптылар екен. Мені көлігіне отырғызып, су беріп, үйге дейін жеткізіп тастаған. Сөйтіп мені бір құдай сақтап қалған. 10-шы сынып оқып жүргенде мектепке бір сымбатты жап-жас ағай келді. Дене тәрбиесінен беретін. Бір көргеннен ұнатып қалдым. Менің ең алғашқы махаббатым сол ағай болды. Үнсіз махаббатым әрине. Сол ағайды көрсем сасқалақтап, абдырап қаламын. Оны парталас құрбым байқап қойып, не болды саған? Неге қып-қызыл болып кеттің? Ғашық болып қалғаннан саумысың? Деп бетіме қарап күле береді. Ұялғаным-ай. Мойындамағаныммен түрім сатып қойды. Сол ағай үйленіпті дегенде, естіп алып қораға кіріп, сыңсып жылап мен деген. Ешкім білмеген бала махаббатым-ай. Жас кезімде қиялшыл едім. Әрдайым ойға шомып жүремін. Сондағым ойша әңгіме жазамын. Қиялымнан кітап жазып, кітаптың бетіне өзімнің суретімді қойып, адамдардың таласып алып жатқаны көзіме елестейді. Қиялшыл дейтін анам мені. Аузың ашылмай жинал жайналайын деп ұрсып беретін кейде. Ойыммен ұзақ-ұзақтарға кетем ғой қалықтап. 11-ші сыныпта парталас құрбым, сен неге өзіңе қарамайсың? Әп-әдемі қызсың ғой, киініп, сыланып жүрсеңші дегенде, үйге барып айнаға қарадым.
Шынында да түрім көз тартарлық сұлу екен. Көзім үлкен, өзім аққұба, қасым қап-қара. Тек мұрным сәл құртады екен деп қоям айнаға қарап тұрып. Содан киімімді дұрыстап, әпкелерімнің қалған киімдерін ауыстырып киіп жүрдім. Менен үлкен әпкем сәнді киімдерді ұнататын. Соның неше түрлі киімдерін сұрап киіп алсам, ол айтады: «Бәсе, осылай киініп жүрші, сені сіңлім деп айтуға ұялып жүр едім», дейді әзілдеп. Міне, содан кейін жігіттер көңіл аударып хат жаза бастады маған. Ал мен одан сайын ашылып, мектепке боянып баратынды шығарғам. Ерсұлтан деген жігіт 10-шы сыныптан бері ұнататынын айтып сөз салып жүрді. Бір сыныпта оқимыз. Тақтаға шықсам үздігіп қарап отырады. Мен деген ұялып сабақ айта алмай қаламын. Сабаққа да үлгерімім төмендеп, жиналыста осы қыз қатты өзгеріп кетті деп айтатын болды. Сол Ерсұлтан ешкімге сөз салдырмай сыртымнан егеленіп жүрді. Өзі ұзын бойлы ақ сары жігіт болатын. Мектеп бітіріп оқуға тапсырып келген соң Ерсұлтанмен кездесуге шығып алғаш рет сүйістім. Мәссаған, өртеніп кетемін ба деп ойладым ғой сол кезде. Мектеп бітірген соң мен оқуға түсіп, ал Ерсұлтан трактор айдап ауылда қалып қойды. Мен демалысқа келген сайын тракторын бепілдетіп келіп тұратын. Жүгіріп келіп амандасып жаны қалмайтын. Қойсаңшы, көршілер көрсе не дейді десем, не десе о десін, жұрт білсе біле берсін, маған бәрібір деп құшақтап алатын. Қалаға да іздеп келіп, мен тракторшымын ғой, маған тимейтін шығарсың я десе, мен жоқ, өмір бойы осылай тракторы жүргізіп өтпейтін шығарсың дейтін едім. Оқуға түсуге жағдай жоқ, оның үстіне білім қуғым да келмейді десе шамданып қалатын едім. Солай келіп кетіп үйленеміз деп жүргенде мені алып қашып кетті ғой. Байғұс бала 3 күннен кейін мені іздеп барыпты. Сонда алдынан әлгі күйеусымағым шығып, ол енді менің қатыным, аулақ жүр деп ұрып жіберген екен. Бір ауыз сөйлесейінші, өтініш, шақырып жібересіз бе десе де қуып жіберген екен. Оны кейін мен қайтып келген соң айтып жатыр ғой. Менің келгенімді естіп, ол үйдегі көрген қорлығымды мамасынан естіп, трактормен ұшып келіп, неге көндің сол кезде деп тістеніп тұрып, қайта кетіп қалған. Мен үнсіз артына қарап қала бердім. Ертесіне тағы келіп, егер мен үйдегілерді көндірсем, маған тиесің бе дейді. Ұмыта алмай жүр. Бірақ өзі де онша қаламай ма, не істерін білмей жүр ма бірдеңе. Жаны ашығандықтан солай айтып жатыр ма білмедім. Бірақ мен бас тарттым. Қой, олай деме. Ауылда сөзге қаламыз, енді маған келме. Мен бұрынғыдай емеспін. Күйеуден шықты деген атым бар десем, сен көнсең болды. Сені ұзақтарға алып кетіп қаламын. Үйіңнің жағдайына қарап оқудан бас тартқансың. Егер мен үшін үйіңді тастап кетсең, менің кім болғаным? Болды енді, жолымыз бөлек. Мазамды алма деп қоштастық. Бір күні үйге мамасы келіпті. Маған жақтырмай қарағанынан не үшін келгенін түсініп қойдым. Екеуміз оңаша қалғанда, шырағым, баламды мазаламашы, мені де түсін. Үйленбеген балама күйеуге тиген әйелді әперсем, ел жұрт не дейді деп бастады. Мен айттым, сіздер де балаларыңызға қалталдау болыңыздар. Келме десем де келе береді. Менің оған тиетін ойым жоқ, мазамды алмасын деп тоқ етерін айттым. Бір жағы сол үшін де Алматыға кетіп қалдым. Ал енді мені қалай алып қашқанын айтатын болсам, күзгі демалысқа ауылға келген едім. Ол кезде кітап оқығанды жақсы көретінмін. Төзім шеңбері атты кітапты оқып отырсам, көрші жеңге үйге кіріп келді. Күйеусымағымның үлкен әпкесі біздің әулетке келін болып түскен деп айтып едім ғой. Үйге келген соң сол кісінің абысыны болатын. Ой, аппақ қыз, қашан келдің? Әдемі болып кетіпсің ғой. Сені апам үйге шақырып жатыр. Үйдегі оқушы қыздың есебін шығарып берсінші дейді.
үй ішімізбен жабылып шығара алмай жатырмыз деп күлді. Ойымда ештеңе жоқ, жарайды деп аяғыма сүйретпей кие салдым. Барсам әлгі қайынбикем жеңгем отыр екен. Амандасып болған соң 10-шы сынып оқитын қыздың есебін тарсылдатып шығарып беріп, өзіне де үйретіп түсіндіріп отырмын. Үй тапсырмасын біткен соң шай ішеміз деп ас үйге кірдік. Шай ішіп отырып, Бикеш-ау, менің кенже інім бар еді. Сонымен танысып көрсеңші, жақсы жігіт, үй-жайдың бәрін соған қалады. Ортаншы інім, сендер үйленсеңдер бірден бөлек шығады. Саған ешкім кедергі болмайды, қорықпа деп тура қазір кететіндей айтып жатыр. Мен онша мән бермедім. Ой жеңге, керек емес, менің оқуым бар ғой. Диплом алып, жемісін әке-шешеме көрсетсем деймін. Әзірге тұрмысқа шығу менің жоспарымда жоқ. Оның үстіне менің алдында әпкем бар ғой, ағам бар ғой, білесіз, деп шайымды ішіп отыра бердім. Ол абысыны екеуі екі жағыма шығып, әлгі жігіттің мақтауын келтірді дейсің. Ойбай-ау, сені қазір алып кетейін деп жатқан жоқ қой. Жай танысып көре салшы. Ол да бір тірліктерімен ауылға қыдырып келген екен. Жақсы қыз бар деп айтып жатырмыз. Танысып көре салсай, тоныңды шешіп алмайды ғой, деп қоймайды. Енді сыйлы жеңгелерім болған соң, олармен салғыласып отыруды артық көріп, жарайды танысам. Бірақ бір көргеннен сен маған тура келмесің деп айтамын дедім. Жарайды деп олар да келісе кетті. Сонымен ауылдың ана шетінде тұратын әлгі үлкен жеңгейдің үйіне бардым. Кәне, шақырыңыз, тез-тез танысып кетейін деп үйге де кірген жоқпын. Дала қара суық, тоңып бара жатырмын. Бір кезде үлкен үй жақтан келді әлгі күйеусымағым. Түрі келіспей қалған, мұрны пұшық, беттерін безеу басқан біреу екен. Танысып қол алысып болған соң, мен әзірге күйеуге тимеймін. Жеңгем қоймаған соң көңілін қимай келдім. Енді кеттім үйге, тоңып барам деп кетуге ыңғайлансам, жеңгем, ой, мынадай суықта кім үйленеді? Жай таныстырып жайтқаным ғой. Жүр, мына жаққа барып сөйлесіңдер деп мені қақпа жаққа ойнағансып күшпен сүйрей жөнелді. Жеңгей, не істеп тұрсыз? Аяқ киім шешіліп қалды. Жіберіңізші деп жұлқынып жатырмын ғой. Жалаң аяқ дедектетіп көліктің алдына бірақ әкелді де көтеріп алып батпақ жерге қадап қойса бола ма? Ашуым келіп, мынасы не істеп батпақ аяғымның біреуін шығарсам, екіншісі шықпай әлек болып тұрдым да қалдым. Жеңгеме ұрсып жатырмын ғой. Бір кезде үш еркек келіп батпақты басамаса, қасыма келіп мені көтеріп алып көлікке атып ұрмақшы болды. Үшеуінің әлі келер емес маған. Бар даусыммен өзімнің туған жеңгемнің атын шақырып айқайлап жатырмын. Бір кезде бар салмағымен жерге құлап түстім. Үсті басымның бәрі батпақ болып, шашыма дейін лайға баттым. Жабылып жүріп жерге аунатып көлікке салды. Ол кезде алды кнопка джинсовый юбка киіп алғанмын. Юбкамның түймесі ашылып, қайта қалың колготки киіп алған екенмін. Ол да батпақ болып көлік жүріп кетті. Біреуі бас жағымды, біреуі аяқ жағымды тас қылып ұстап алған. Қимылдауға шамам жоқ. Күшім қалмаған. Тек қорқытып, ұрсып келемін. Бепілдетіп ашық тұрған қақпадан кіріп келді. Топырлаған әйелдер жабылып, алдымнан шығып, ойбай, үстінің лайын-ай, мына қызға не болған деп шулап жатыр ғой. Түспеймін көліктен. Апарып тастаңыздар мені десем, әй, ең болмаса үстіңді ауыстырсаңшы, жүре ғой, қаламасаң апарып тастаймыз. Мына түріңді әке-шешең көрсе шошып кетер десе де көліктен түспей қатайып отырмын. Сосын бағанағы көлікке салған ауыздары арақ сасығандар қайта келіп күшпен алып түсіп үйге кіргізіп жерге бұрқ еткізіп тастай салды. Ай, шайқас басталды. Сосын көнбей бара жатқан соң енемді шақырды. Келіңіз, көнбей жатыр, орамалды өзіңіз салыңызшы деп шығып кетті бәрі. Алдымен киімін ауыстырыңдар деп киім алып келсе де лақтырып ауыстырмадым. Оның күші жетпеген соң біздің туысқан апамызды шақырып, ол деген маған ұрсып,
сонша адамды шулатып не көрінді саған? Үлкен адамның қолын қаға ма екен? Ол тәрбиесіздікке жатады. Бөтен жер емес, өзіміздің құда бала. Әке шешеңді жақсы танимыз. Екі жақтың құдалығын құртасың. Соны түсініп тұрсың ба сен, деп иығымнан жұлқып-жұлқып диванға отырғызып қойды. Көзінің сұсты бар болатын. Әкеліңдер орамалды, деп басыма таққанда күшімнің қайда кеткенін білмей ырқына көне бердім. Негізі бала күнімде қамыс арасынан біреу шықты деп едім ғой. Сол кезде қамыстар менімен бірге қимылдаған кезде әкем үйреткендей тілімді кәлимаға келтіріп «Лә илаха иллаллах Мұхаммадур Расулалла» деп қайталай бергенмін. Мүмкін сол кәлимам да әлгі адам ба, жын ба белгісіз содан аман алып қалған шығар деп ойлаймын. Өйткені ауылда бір жалғыз тұратын апа аян берген болатын. Өзінің түс көріп болашақты айтатын қасиеті бар. Мысалға, біреу барып маған түс көріп беріңізші десең, ештеңе сұрамай, ертесіне не істеу керектігін айтып беретін деседі. Соған анам тамақ апарып бергенде, ол қызыңды жын перілер алып кетпекші болған екен. Бірақ қызың одан аман қалыпты. Енді олар қыр соңынан қалмай жүрді. Қызың айт таза жүрсін, қараңғыда жүрмесін деп айтқан көрінеді. Анау үйден келгенде де анам барып, қызым туралы түс көріп беріңізші десе, ертесіне қызыңды ол үйге жіберсең, сүйегін алып қайтасың деп аян берген екен. Кейде басыма түскен соншалықты көп сынаққа қарап, сол кезде апаның қыр соңынан қалмайды дегені рас па деп қаламын.